Шахзода. Шын аты Злала Бахадировна Мусаева. Туған күні 1979 жыл 28 шілде. Туған жері Ферғана, ел Өзбекстан. Кәсібі әнші. Қызметшілер 1998 жыл қазіргі уақытқа дейін. Жанры поп. Топтары Жаным, жансырамалары Ризанова. Әкесі Бахадур Мусаев. Философия ғылымдарының докторы. Анасы Мелихта Мусаева, орыс тілі және әдебиеттің мұғалімі. Бала кезінен музыкамен ынтымақтасып жұмыс істеді. Мектепті бітіргеннен кейін халықаралық мектептік Киев университетіне түсті. Кейін мектеп тастап Жаным дуэтінің құрамында музыка мен вокалды кәсіби түрде үйрене бастады. 2001 жылы Мусаева Шахзода бүркеншек атын алып, жеке карьерасын бастады. 2003 жылы өзінің алғашқы жеке концертін берді. Киноға түсті. 2009 жылы ол DJ Самашпен Bones Heaven and Years атты бірлескен әнін жазып, ол Муставы диаграммасына 8-ші орынды иеледі және бір қатар марапаттарға ие болды. Содан кейін Акцент тобымен ынтымақтастық құрылып, нәтижесінде Алуан әнін шықты. Француз DJ Сейн Беймен жұмыс істейді. Композитор Элдар Юлдашев әнші үшін 4 қадам хитімен Sevgi бар альбомын жасаған. Менің алтыным әнін композитор доктор Кости шығарған. 2016 жылы Туо тобымен бірге Линда әнін шықты. 2017 жылдан бастап Шахзода ресейлік медиа SDV музыкалық баспасымен ынтымақтаса бастады. Жаңа тәуелсіздік атты жаңа дара шығармасын шығарды. Марапаттары 2003 жылы жыл бейнесі және жылдың үздік әншісі номинациялар бойынша жеңімпаз. 2004 жылы жыл альбомы. 2005 жыл жыл әні номинацияның жеңімпазы. 2006 жыл Шухрат медалы. 2006 жылы Кечелер Yoqimli жылдың үздік хиті. 2010 жылы Big Apple Music Awards Орталық Азия мен Кавказдың үздік артисі ретінде. 2010 жылы DJ Самашпен бірге World Fashion Awards 2010 номинациясында үздік бейне номинациясын жеңіске жетті. 2014 жыл Шунчаки әні. 2019 жыл Нұрсұлтан музыкалық сыйлығының халықаралық фестивалі. Музыкалық альбомдары 2002 жыл Бар екен. 2003 жыл Бақыт болады. 2004 жыл Керагимсан. 2005 жыл Бақлиман. 2006 жыл Фақат сен. 2007 жыл Ассалам алейкум. Музыкалық бейнелері Хайот айт, Кечелер, Yok, Фақат сен, Орзулар, Арман, Агни Алматы, Ассалам алейкум. Пақтакар 79. Достар, видеоның да ақырына жеттік. Каналға подписаться басып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.